баяғыда қазақ батыр болған, қазақ жаңағы жеті атадан қыз алмаған деген секілді дүниелер түсініктерді қазір қолданайын десек қолданысқа келмейді да. Мысалы, бұрын неге жазадан қорықты? Өйткені өзі адам, қазақ, тем более мына ортасымен өмір сүреміз ғой, руымен, ауылмен. Бұрын мысалы ең жазадан ауырғандай ауылдан аластатып жіберу, все қуып жібереді. Есектің есекке теріс мінгізіп деген секілді. Қараңызшы, сен бүкіл қауымнан ажыратып, тамырын жұлып, лақтыра салады арамшөп секілді. Әрине, заңда кіреміз, басқадан сен сол жазадан қорқасың. Қазір қайда ол? Рулық құрылыста емеспіз, тайпалық бір қауыммен ауыл Астанада бір Қоңыраттың ауданы, Керейдің ауданында отырған жоқпыз ғой. Қазір бәрі араласып кеткен, бәрі жеке дара. Сондықтан ол бұрынғы механизмдер өтпейді, бірақ жанасын ойлап таппай бір өлі-ара кезеңде тұрмыз да. Енді менің ұсынатын деп қоямын. Мейім жеткен бір нәрсе қандай? Бұл сіз айтып жүрген мәселені ата-ана мен баланың арасындағы барьерді жою. Осы бір ағайынгершілік, бауырмашылықты бір болады ғой, бірін-біріне бүкпесіз сыр айту. Төреғали, Қайрат Нұртасқа емес, әке-шешені айту сырын жамандық болса да. Бір жағдай бар, Қазақстанда миллион негатив болып жатыр ғой енді күніге. Бірақ осыдан бірнеше жыл бұрын мынадай жағдай болды. Ақтөбе қаласындағы гимназиялардан ең әдемі, ең жақсы оқитын 11-10 кластың сұлу қыздарын бір күні емес енді, бірнеше айдан кейін оқулары резко түсіп кетеді, оценкалары. 5-ке оқып жүрген қыздар 3-ке оқып жүрген енді 2-ке деген секілді. Ата-аналар түсінбейді. Әдемі қыздар, алтын белгіге келе жатқан шауып, Ақтөбеде болған жағдай. Сонымен бір қыз бір күн айтады сырын. Сөйтсе, сабақтың үстінен оның алдында қандай жағдай болған? Счетчик отырғызған, яғни бір қызға 100 000 теңге алып келесің деген бір айда ол таба алмайды ғой. 200 000 теңге өсіп кеткен, процент айналады, 500 000 миллион болған. Сол кезде ана қыздарды сабақтың үстінен алып кетіп, аэропортта чартнез жеке самолет күтіп тұр, 5-6 қызды апарып, Ақтау мен Атыраудағы мұнай скважиналары бар байлардың астына салып береткен. 10-11 кластың оқушылары. Соны айтпай жүрген, бір жылдай жасырып, ана қыздар өздерін іштей жеп, өздерін кінәлі санап, содан алтын белгіге келе жатқан қыздар 5 емес, сабағын қарамай 2-3 бүк өткен, 0 бүк өткен ғой. Сол кезде ғана біреу айтып сыр беріп, айтайын деп отырған, осындай мәселе, құдай, 37 адамды құрықтады сол кезде. 37 адам кетті, групповой, жаңа қыздарды ұйымдастырған, самолеттің несін астына салып берген ақшасын деген секілді. Счетчик отырғызғаны бар. Айтайын деген, біз қазір мен қолым осылай тұрса да, Перизаттың қолы былай тұрса да, біздің тағы бір қолымыз көрінбейтін, ол былай деп тұрды. Айналай, мені тыңдаш, менде де проблемам бар, өркенде бар, Мұхамеджанада да бар, Перизатта да бар. Сол секілді айналамызға емес, бауырымызға, досымызға, баламызға қарап, сырын біліп, анау баяғыда дос деген банальный анықтамасы бар еді, дос деген сұратпай сенің проблеманы білуші деген бір керемет анықтамасы бар, типа сұратпай сенің мәселеңді білуші. Қарыз екен, маған ақша бер деп айтпай жатып, ақша жоқ екенін білуші деген секілді. Біз сондай бір қазақ бұрын айтып жатқан сезімтал, ментальный бір көңіл күйіне қарап, көзін жанарында мұнына қарап бір білуші деп қайдағы? Ол ондай сезімталдықтан кеттік, ең болмаса грубо әңгімесін тыңдап, сырымен бөлісіп, осы бір етене жақын қарым-қатынасты дамытсақ қана, енді жаңа үкіметі бар, басқасы бір шаруасын істеп жатыр, біздің қолдан келер осы деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Осы механизмді ойлаймын. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.